Мынандай модуль бар, теңсіздік берілген. Модульдің ішінде x плюс 2 алынған x бөлінген x кіші болу керек 2-ден. Бұндай теңсіздіктерді шешу үшін ең бірінші модуль жақшасынан құтылып алуымыз керек. Модульден құтылып алуымыз керек. Модульден құтылу үшін біз модульдің ішінде тұрған өрнектің таңбасын білуіміз керек. X плюс 2 егер оң сан болатын болса, модульді жай ғана әшейін алып тастай салсақ болады. Ал x плюс 2 бізде теріс сан болса, онда модульді алар кезде алдына бұл өрнектің минус таңбасын қою керек. Өйткені теріс саннан оң сан шығу керек. Оң санды, теріс санды оң сан қылу үшін оны минус 1-ге, яғни таңбасын қарама қарсыға ауыстыру арқылы өзгерте аламыз. Сонымен біз x плюс 2-ның қай аралықтарда оң сан болатын, қай аралықтарда теріс сан болатындығын анықтап аламыз бірінші. X плюс 2 қай кезде 0 болатынын көрейік. X минус 2-ге тең болған кезде x плюс 2 өрнегі 0-ге тең. Минус 2. Минус 2-ның сол жағында, яғни минус 3, минус 5 деген сандарды орнына қоятын болсақ, x-тің x плюс 2 өрнегі бізде теріс сан болады. Минус 2-ның оң жағында, мысалға 0 деген санды әкеп қоятын болсақ, x плюс 2 өрнегі бізде оң сан болады. Минус 2-ның сол жағында теріс, минус 2-ның оң жағында оң сан. Минус 2-ге тең болған кезде x, минус 2-ге тең болған кезде модульдің астында тұрған өрнек 0-ге тең болады. Енді біз бүкіл сан өсін мынандай екі аралыққа бөлеміз. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін және минус 2 мен плюс шексіздіктің арасына. Мына аралықта модульдің астында тұрған өрнектің таңбасы теріс. Сондықтан модульді алатын болсақ, біз x плюс 2 өрнегінің алдына минус таңбасын қоюымыз керек. Сол кезде ғана оң сан болады. Егер x минус 2 мен плюс шексіздіктің арасында жатса, онда x плюс 2-ның таңбасы оң сан, модуль белгісін бірден алып тастай салуға болады. Минус 2-ге тең болса да 0-ге тең болғандықтан нөлдің модулі өзіне тең болғандықтан модуль таңбасын бірден алып тастай салсақ болады. Енді әр аралықты жеке-жеке қарастырайық. X тиісті болсын минус шексіздік пен минус 2-ның арасына. Ол кезде модуль x плюс 2 бізде минус x минус 2-ге тең болады, плюс 2-ге, яғни минус x минус 2 деп айтыламыз. Орнына қоямыз. Минус x минус 2 минус x бөлінген x кіші 2-ден. Ең бірінші осы теңсіздіктің шешімдерін іздейік. Минус 2x минус 2 бөлінген x алынған 2-ні минус деп өткіземіз мына. Ортақ бөлімге беру үшін x көбейтілген x дейміз кіші 0-ден. Ортақ бөлімге келіп тұр x минус 2x-тан тағым 2x алсақ минус 4x болады, минус 2 кіші 0-ден. Бөлшек теріс сан болу үшін оның алым мен бөлімінің көбейтіндісі теріс сан болу керек. Минус 4x алынған 2 көбейтілген x кіші болу керек 0-ден. Мына жерден біз минус 2-ні жақшаның сыртына шығара аламыз. Теңсіздіктің екі жағын минус 2-ге бөлейік. 2x плюс 1 көбейтілген x теріс санға бөлгендіктен теңсіздік қарама қарсы өзгереді, үлкен болады 0-ден. Интервалдар әдісін саламыз. Яғни ең бірінші 2x плюс 1 көбейтілген x қай кезде 0-ге тең болатынын анықтаймыз. Бұдан x1 тең минус 2-ден 1-ге тең болады, x2 0-ге тең болады. Сан өсі
минус 1 бөлінген 2 және 0. Мынау квадрат үш мүше, егер жақшаны ашатын болсақ, ол x квадрат коэффициенті оң сан болады. Яғни мына жерде плюс, мына жерде минус, мына жерде плюс болатындығын көруге болады. Бізге мына үш мүше, мына теңсіздіктің сол жағы 0-ден үлкен болса болады. Яғни бұл теңсіздіктің шешімі минус шексіздік пен минус 2-ден 1-ге дейін, 0-ден плюс шексіздікке дейін болатындығы көрінеді. Біз шешімдерді минус шексіздіктен минус 2-ге дейінгі аралықта іздеп жатырмыз. Осы аралықпен біз табылған аралықты қиылыстыруымыз керек. Сонымен минус 2, минус 1 бөлінген 2 және 0. Біз шешімді минус шексіздіктен минус 2 аралығында іздедік, x осы жерге тиісті деп. Егер x осы жерге тиісті болса, онда бізде теңсіздіктің шешімі мынандай болады. Екеуінің қиылысқан жері ол әрине көрініп тұр. Минус шексіздік пен минус 2-ның арасы. Бұл бірінші жағдайда. Енді екінші жағдай. X тиісті болсын, минус 2-ден 0-ге дейміз. X тиісті болсын, минус 2 мен плюс шексіздіктің арасындағы бір санға. X тең болсын. Ондай болса, бізде модульдің астында тұрған өрнек. Модульдің астында тұрған өрнек оң сан болады. Ол модульдің астында тұрған өрнектің өзіне тең болады. Теңдеуге апарып қоямыз. X плюс 2 алынған x бөлінген x кіші болу керек 2-ден. Бұл жерге дейін бәрі түсінікті шығар. Бұл теңсіздікте интервалдар әдісімен шығарамыз. Мына өрнек бізде 1-ден плюс шексіздік аралығында оң сан, 0 мен 1-дің арасында теріс сан, минус шексіздік пен 0 арасында қайттан оң сан болады. Бізге оның оң сан болатын аралығын табу керек. Екі аралықты таптық. Біз шешімді минус 2 мен плюс шексіздіктің арасында іздеп жатырмыз. Минус 2, мына жерде 0, мына жерде 1 бар. 2-ден плюс шексіздік арасында іздеп жатырмыз. Теңсіздіктің бір шешімі, екінші шешімі былай болады. Екі шарттың қиылысқан жері, ол мына жер. Сонда x тиісті болу керек. Минус 2 мен 0-дың арасы, бірігу 1 мен плюс шексіздіктің арасы. Енді бірінші жағдайдағы жауаппен екінші жағдайдағы жауапты шешімді қиылыстырамыз. Біріктіреміз. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін болды бірінші жағдайдың шешімі. Бірігу минус 2 мен 0-дың арасы, 1 мен плюс шексіздіктің арасы. Бұл бізге минус шексіздіктен
минус жетістіктен 0-ге дейін аралықты береді мына екеуінің бірігуі. Бірден плюс жетістік. Соның есептің жауабы минус жетістіктен 0-ге дейін бірден плюс жетістікке дейін болады.